Бөлім. Келін болған күнден бастап. Айсәуле есікті аттаған сәтте-ақ өзінің денесі енді біреудің меншігіне айналғанын сезді. Ауылдың салқын желі мойнынан сипап өтсе де, ішінде бір ыстық толқын көтерілді. Келіннің жүгі тек ыдыс-аяқ жуу, мал бағу емес. Ол өз құмарлығыңды жасырып біреудің қалауына бағыну. Сол жүк иығына көрінбейтін тізгін сияқты түсті. Үй үлкен. Енесі сөзді аз айтатын, бірақ көзімен бәрін байқайтын әйелі. Келін көп сөйлемеу керек. Келін шыдау керек. Келіннің денесі де, жүрегі де тыныш болу керек деген ереже осы үйдің қабырғаларына жазылмаған заң болатын. Күйеуі Рахымжан бір қарағанда тым қарапайым. Тіпті ауылда жақсы жігіт деп атала. Ұрмайды, соқпайды, ішпейді, елге сыйлы, енді бұдан басқа не керек дерсің. Бірақ түнде ол теріс қарап жатып ұйықтайды. Айсәуле оның кең арқасына қарап жатып, өз денесінің ішіндегі ыстықты сезінетін. Мен әйелмін ғой, неге өзімді әйел ретінде сезінбеймін? Неге бұл дене осылай жалындап тұр, бірақ ешкім оны сөндірмейді деп ойлайтын. Бірақ мұндай сұрақтарды ауылда дауыстап айтпайды, айтуға да батылы бармайды, себебі ұят деген бар. Тек іште, қараңғыда, саусақтары көрпені қысып, өзін-өзі тыныштандыруға тырысады. Бөлім. Қайны басқаша еркек. Қайнысы Ерлан үйге алғаш кірген күні Айсәуленің жүрегі шым етіп, денесі бір сәтте ыстық толқынмен жайылды. Ол ағасынан өзгеше еді, күлкісі ашық, көзі тірі, дауысы терең, иықтары кең, қолдары күшті. Үлкендерге құрмет көрсетеді, бірақ өзінің еркіндігін жоғалтпайды. Айсәуле оның қадамын есіктен-ақ танитын болды. Ол кіргенде ауа өзгеретін, бір ыстық, бір ауыр, бір тәтті иіс. Жеңге деп атағанда сол сөздің өзінде бір құпия жақындық бардай сезілетін. Дауысы жұмсақ, бірақ ішінде бір күш жатқан. Айсәуле сол сөзді естігенде мойнындағы тамырлары соғып кететін. Ол менің қайным. Мен оның жеңгесімін. Бірақ неге денем осылай жауап береді деп өзінен өзі қорқатын. Бірақ жүрекпен дене заң білмейді екен. Бөлім. Ас үйдегі бірінші жақындық. Бір күні енесі көршіге кетті, Рахымжан мал жаққа шығып кетті. Үйді тек екеуі қалды. Пеште қазан қайнап, бу көтеріліп тұр. Айсәуле қамыр илеп отыр. Саусақтары ұнға малынған, бірақ ойы басқа жерде. Ол өзінің белінің қисығын, жамбастарының ауырлығын, арасындағы ылғалды сезініп тұр. Тез бітсе екен деп ойлайды, бірақ жүрегі керісінше, ол келсе екен деп сыбырлайды. Ерлан босағада тұр. Көзі Айсәуленің иілген арқасына, белінің қисығына, жамбасындағы матаның қозғалысына түседі. Ол бір қадам жақындайды. Араларындағы ауа қоюланып ыстық болады. Айсәуле арқасымен оның жақындағанын сезеді, денесі шымырлап, мойны қызарып кетеді. Жеңге деді Ерлан ақырын, дауысы терең, ыстық. Айсәуленің жүрегі селт етті. Саусақтары қамырда тоқтап қалды. Иә, деді ол артына қарамай, дауысы дірілдеп. Ерлан тағы бір қадам жақындады. Енді араларында небәрі жарты метр. Оның ыстық демі Айсәуленің мойнына тиеді. Ол қозғалмады, бірақ денесі қатайып, шалбарының алды кернеп тұрғанын сезді. Шаршап жүрсіз ғой, көңілсіз болып жүрсіз, деді ол. Дауысы жұмсақ, бірақ ішінде бір құмарлық бар. Қолы созылып Айсәуленің беліне әрең тиеді, тек саусақ ұшымен жеңіл ғана. Бірақ сол тиісудің өзі Айсәуленің бүкіл денесін ток соққандай етті. Айсәуле демін ішіне тартып қозғалмады. Қолын тартып алсын, деп ойлады, бірақ жүрегі тартпасын, жақындасын деп жалынды. Ерланның саусақтары белінде бір сәт тұрып, содан кейін баяу төмен сырғыды, жамбастың басына дейін. Айсәуле көзін жұмып, ернін тістеді. Денесі дірілдеп тұр. Екеуі де сөйлемеді. Тек пештің сықырлауы мен екеуінің ауыр демі ғана естіледі. Сол сәтте ешкім қол тигізген жоқ, нағыз тиісу емес. Бірақ сол жеңіл тиісудің, сол жақындықтың өзі Айсәуленің ішіндегі құмарлықты отқа жақты. Сол түні Айсәуле ұйықтай алмады. Рахымжан баяғыдай теріс қарап жатыр. Айсәуле көрпені қысып көзін жұмды. Бірақ көз алдында Ерланның саусақтары белінде, демі мойнында. Саусақтары өзін еркелеткенде ішінен бір ыңыл шықты. Тоқта, бұл күнә деп ойлады.
Бірақ денесі тоқтамады. Ол Ерланның қолын елестетіп, өзін тереңірек сипады, ырғаққа түсті. Құмарлық күшейген сайын көз жасын төкті, өкініштен емес, тым күшті сезімнен. Ерлан да ұйықтамады, мен оны қаламауым керек, бірақ оның ішіне кіргім келеді, деп ойлады. Сол түні екеуі де бір-бірінен бөлек, бірақ бір-біріне құмарланып, өз денелерін тыныштандырды. Келесі күндері бәрі сырттай бұрынғыдай. Бірақ ауа басқа. Айсәуле Ерланның қарауын сезеді, ұзақ, ыстық денесін сипағандай. Ол қашуға тырысады, бірақ үй шағын, олар жиі бетпе-бет келеді. Бір күні су тасып жүргенде Ерлан оған жақындап, шелекті көтеруге көмектесті. Қолдары тиісті. Сол тиісуден Айсәуленің бүкіл денесі шымырлады. Ерланның саусақтары оның білегіне бір сәт қысылып тұрды, қатты, бірақ жұмсақ. Айсәуле демін ұстап көзін жұмды. Жіберші, деп ойлады, бірақ денесі жақындағысы келді. Кешке қарай жарық сөніп қалды. Үй қараңғы. Айсәуле шырақ жағуға тұрды. Ерлан артынан келді. Екеуі тым жақын. Оның кеудесі Айсәуленің арқасына тиеді, екеуі де қозғалмады. Тек демдері ауыр. Саусақтары матаның үстінен ылғалды сезді. Жеңге, деп сыбырлады ол құлағына. Дауысы дірілдеп тұр. Айсәуле ештеңе айта алмады. Тек денесі жауап берді, жамбасын сәл артқа итеріп, оның қаттылығын сезінді. Сол сәтте екеуі де шекараны аңғарды. Одан әрі күнә, бірақ одан әрі тәтті сезім. Біреу көріп қойса, не болады деп ойлады Айсәуле. Олардың құпия кездесулері жалғасты. Әр түнде Айсәуле Рахымжанның жанында жатса да, ойы Ерланда, күндіз олар мүмкіндік табады, қорада, аулада. Бұл кездесулер оларды байлады, бірақ қорқыныш өсті. Ауылда сыбыр басталды, әйелдердің қарауы өзгерді, күмән пайда болды, Рахымжан тұйықталып кетті. Ол Айсәуленің өзгерісін байқады, оның көзі жылтырап тұр, денесі ыстық. Бір күні түнде ол Айсәуленің сыртқа шыққанын көрді. Артынан ерді, бірақ ештеңе көрмеді. Бірақ күдік өсті. Ауылдағы сыбыр оған жетті, жеңгесі мен қайнысы бірдеңе бар сияқты. Айсәуле қорықты, бірақ тоқтай алмады. Ерлан да, бұл біздің соңғы рет болуы мүмкін деп айтты, бірақ келесі күні тағы да кездесті. Ерлан есікті ашты. Рахымжан тұр, ол ештеңе айтпастан, киімдерін лақтырып Айсәулені кешірмейтінін айтты. Ерлан қашып кетті, бірақ Рахымжан артынан бармады. Таң атқанда ауыл шу болды. Айсәуленің опасыздығы барлық ауылды шулатты, әңгіме астына алды, ауылдың үкімі шықты. Ұятсыз екен. Енесі болса қайғыдан, ұяттан ауырып, көп ұзамай қайтыс болды. Үй бос қалды. Бұрынғы шулы үй енді қаңырап тұр. Ауылдағылар, сол үйге бармаңдар, қарғыс тиген дейді. Атанасы қызын алып кеткен соң ауылдан көшті. Әкесі сөйлемейтін болды, анасы көз жасын жасырып өмір сүрді. Олардың ұрпағы ешкім болмады. Қыздарының құмарлығына берілген бір сәттік әлсіздігі бүкіл әулеттің тағдырын күйретті. Нәпсіге бір сәт берілген екеудің қателігі тек екеуінің ғана емес, бүтіндей отбасын, әулетті, ауылды күйретеді. Бір түнгі құмарлықтың артында қалған отбасы жоқ әйел, қашып жүрген қайны, қайғыдан қайтқан ене, сөйлемейтін әке, көз жасымен өмір сүрген ана, бос қалған үй, ұрпақсыз әулет. Құмарлық тәтті болады, бірақ оның соңы аш екенін ұмытпау керек.